Дос қадірі. Жолдас пен Асқар бала кезден бірге өсіп әлі күнге бірге келеді. 10 жыл бірге оқып, жоғарғы оқуды да бірге бітірді. Әлі де бір мектепте істейді. Асқар мектеп директоры болса, жолдас жай мұғалім. Балаларды білімге әрі бокске баулып жүреді. Екеуі жан жолдас болғанымен, мінездері мен жүріс-тұрыс, дене бітімдері ұқсамайтын. Асқар өнерлі, өлең айтып, отырған жерді гүлге айналдырып жіберетін. Сүйкімді көркімен көзге түскіш, қыздардан салуы бар жолы болғыш. Өзі сондай ашық жарқын, жан дүниесі де кіршіксіз таза болатын. Жолдас болса, науша келген батыр тұлғалы, сұсты, бір тоға мінезді, ашуланса оңайлықпен басылмайтын, бірақ әр нәрсеге ақыл бере ойланып, өзін өзі тізгіндеп жүретін. Асқардың айтқаннан шыға алмай, соның оққағар іспеттес әркез алдына түсіп, қарсыластарын быт-шыт етіп, ертеңіне сөзді естіп, Асқар тасада қалатын. Қанша қоқай жесе де, батырым менің деп, Асқар құшақтай алса, бәрі естен шығып, тағы да майданға түсіп кететін. Әсіресе кештерде, тойларда Асқар алдын орап кететін. Мектепте жүргенде совхоз парткомы болып келген кісінің керемет әдемі қызына бәрі ғашық етті. Жолдас өзінше қыздан үміттеніп жүргенде тағы да Асқар алдын орап, сұлу қызды өзіне бұрып әкетті. Ашуын ақылға жеңдіріп, зорға басылған. Бұл туралы хабарсыз Асқар қызбен кездескенін айтып, жынына тиетін. Небір отырыс кештерде жұптап барған сөзін Асқар айтып, не дерін білмеген жолдас көптің айтқанына қосылам деп қысқа қайра салатын. Әйтеуір, әр кезде алдынан шығып кететін. Қанша мәрте тұмсығын қолы ауырғанша ұрып, жынын басқысы келіп оқталған кезде, ашықта жәудірген тұнық көзін көріп, тәубесіне түсетін. Бала кезінде нәзіктеу болған Асқарды ешкілмек деп қалатын. Оған ыза болар Асқар бар ма? Сен сияқты сақа қасымда болғанда несі бар ешкілмек болса деп, құшақтай алғанда жөнсіз әзіліне ыңғайсызданып қалатын. Қанша ойламайын десе де, ойына көре алмаушылық па, жоқ әлде әлсіздіктен туған ыза ма, досына деген адал көңіліне сыза түсе беретін. Бірақ та бұл арпалысқа екі адам да өз көңіл кеудесінде жүретін. Бірі жан досым десе, екіншісі алдыңды ораған, бақытыңды ұрлаған кәззап деп табалайтын. Асқар алғаш жолдастың тәуір көретін қызына үйленді. Бірінші болып керемет үй салды, машинаны да бірінші болып алды, ақыры мектеп директорына қол жетті. Осылар Асқар болмаса, жолдасқа бұйыратындай жанын жейтін шайтандар маза бермейтін. Асқарға осы мазалаған ой әйтеуір қанша оқталса да дәті жетпейді. Асқардың адал көңілі әркез басым түсетін. Соңғы кезде ойға алған жерінде Асқар емденіп кеткенде ызасы таразы басын басып кетті. Бір отырыста өтірік мас болып, досын бір омаждап алуға бекініп жүрген. Ешбір сәті келмей-ақ қойды. Өзімен өзі ерегісіп жүре берген. Досы мектеп директоры болғалы, жолдастың жағдайына көбірек көңіл бөліп жүретін. Жұмысын жеңілдетіп, табысын көбейтіп қойған. Сонда да әдейі мені әлсіз бейшара етіп жүргісі келеді деп, арам ойға беріліп кететін. Өзімен өзі осылай алысып жүргенде, бір жақтан үйіне келсе, әйелі уайымдап отыр. Қызы соқыршек болып, Асқар қалаға алып кетіпті. Жолдастың машинасын мініп кеткен, ыдыста тұрған бензинді құймастан кете барған. Жолда өшіп қалары белгілі, көршісінің машинасы мен бензин алып артынан қуып берсін. Кеткеніне 3 сағаттай болған. Шамалаған жерге келсе, машина тұр, ішінде бүктеліп Асқар отыр. Қызды бір машинаға салып жіберіп, өзі қалып қойған. Күн суық жансыз көлікте аяқ қолы қимылға келмей қатып қалыпты. Тез арада машинаны жүргізіп, ауруханаға тартып кетті. Досын аяп, әрі қызын ойлап, дегбірі кете ауруханаға жетті ақыры. Асқарды көтеріп әкеп, бар айғайына салып дәрігерлерді зыр жүгіртті. Асқардың өкпесіне суық тиген, тез арада емдеуге кірісті. Ал қызына операция жасап жатқан дәрігерлер шығып, соқыр шегі жарылған. Бір Құдай сақтапты, тез жеткізбегенде қиын ет деді. Сол кезде ғана Асқар досына іші елжіреп, бар шайтан салған арам ойларын лақтыра тастап, даладағы қараңғы бұрышқа барып, екі көзіне ерік берді. Дәл осылай езіле әкесі өлгенде де жыламаған шығар, тек қана көкірегін ұрғыштай берді. Өзіне өзі әрең келіп, іші босап, досын сабауға сәлақ қалғанын мойындап, сақа болғаныңа болайын деп, бейшара күйге түсіп кетті. Қызының аман қалғанын медеу тұтып, досын іздеп кетті. Көзі кіртиіп, реңін алдырған Асқар күлгендей боп, жолдасқа бажайлай қарады. «Ей, не болған?
Жылағансың ба? Өмірі жыламаушың не болған деп қорқып кетті. Қызына бірдеме болды ма деп қалса керек. Бәр жақсы, қыз да жақсы, тек өзің қатты ауырып қалмашы деп қолын сипай берді. Қорқпа, жолдас мені жау жемес, одан да үйге қайт, олар да алаңдап отырған болар деп еріксіз шығарып жіберді. Қайтып келе жатып оның өзіне адал да сенімді дос екеніне көзі әбден жетті. Ойпырмай, шайтан жолға түсіп, сыңар егіздей болған досын жәбірлеуге бармай қалғанына тәубе жасады. Асқар мен қызы жазылып шықса, бір қойды сойып, армансыз тойлауға ниет етіп, үйінің есігін ашты. Бұрынғыдай ойында тағы да екі адам пайда болды, бірақ олардан мүлде бөлек, тек жақсылыққа жоритындар. Кейде жаныңда жүрген досыңның да қадіріне жетпей қалып, өмірлік өкінішке ұрынады-ау адам деп, өзін жерден алып жерге салды жолдас. Таубай Көшкімбайұлы.